Астана іргесінде биыл ғана тартылған газ қондырғылары арқаның алғашқы аязына төтеп бере алмай қатып қап жатыр. Мыңдаған тұрғыны бар интернациональны тұрғын алабы арнамызға осылай деп шағымданды. Талай жылдан бері зарықтырып қол жеткізгенде көгілдір отынның аты барда заты көңіл көншітпей тұр. Астаналық тілшіміз Айғаным Достанбай газдан тарыққандардың шағымын тыңдап қайтқан еді. Астананың іргесіндегі интернациональный тұрғын алабын газдандыру жұмыстары биыл жазда аяқталған. Талай жылдан бері отын жарып, көмір тасудан зәрезап болған тұрғындар бір күн аспанға атып қуанған еді, бірақ қыс басталғалы қайта тынышы қашты. Көгілдір отынның қызығын енді көреміз бе дегенде. Таңатқа дейін у-шу айқай сол чаттың ішінде. Не аварийная служба келмейді, не қазтрангаз реакция жоқ. Өзіңіз барып, сол кран бар ғой, соны тартып өзі бұрандар. Ол мәселе дұрыс емес. Мен айтқанда кран, мен айтқанда ана көше бар ғой, допустим, начало көше бар ғой, поворота, сонда кран бар. Соған барып істеңдер дейді, потому что бригада работала, мүмкін жабық қалған деген. Айналдырған бір аптаның ішінде газ тасымалдайтын қондырғы 2 рет істемей қалған. Алғашқысында бригада бақандай 6 сағат бойы алысып бақауын әзер анықтапты. Жылыту маусымы енді ғана басталды. Табиғи газға қолымыз жетті ме дегенде газ бірде бар, бірде жоқ. Менің электроникама сақым келді. Абырой болғанда барлығының гарантиясы бар. Ал басқаларға айтпек. Түсірілім тобының келгенін ести сала Алматы ауданының әкімі де дереу бой көрсетті. Газ қондырғысындағы ақаудан шенеунік әрине хабардар. Мұндай жағдай екінші рет қайталанатын болса, жауаптыларды тезге салудың амалын қарастырамыз дейді ол. Жоба толығымен дұрыс істелінді деп бізге ол кісілер сөздерін айтты. Газды мысалы биыл бірінші рет алғаш қосып жатырмыз ғой. Ол тексерілген нәрсе, мамандар тексерілген нәрсе. Мемлекет экспертиза өтілген жоба. Арнайы мамандар ол жұмыстарды қабылдап алды. Сондықтан енді оны осындай жағдайлар болады деп кім ойлаған? Жауаптылар ақаудың негізгі себебі күннің күрт суытып кеткенінен дейді. Газ қондырғылары қысымды көтере алмай, бірінен соң бірі істен шыққан. Заң бойынша осындай апатты жағдайларда тұрғындар қосымша қазандықты іске қосулары керек екен, бірақ оған құлықты болып отырған ешкім жоқ. Алда енді ешкім біліп кеп айтпайды, бірақ та қазір Интергаз акционерлік қоғамы келіп, мұнда апаттық жағдайдың бәрін іске алып, қолға алып, және де басты қорапшаны жөнге келтіріп, орайтын нәрселері болады өзінің, соның бәрін орап, жылыту жүйелерін бәрін іске қосып, алдағы уақытта бұндай нәрсеге тап болмаймыз деп сенеміз. Техникалық байқауларға байланысты перепадтан газдан конденсат жиналып, осындай жағдайға тапсырып болдық. Газдың қайтадан берілгеніне азғантай ғана уақыт болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ондай бір қатты қысымды көрмей тұрмыз. Тұрғындардың айтуы бойынша тіпті бірер сағаттан кейін мұның өзіне де зар болып қаламыз дейді. Талай жылдан бері зарықтырып жеткен көгілдір отынның сыйқосы. Қазір газ толығымен берілген. Десе де қыс басталмай жатып сыр берген су жаңа құбырдың арқаның 6 ай аязына шыдас береріне күмәнмен қарап отыр тұрғындар. Айғаным Достанбай, Асылхан Самиембетов, КТК, Астанадан.